Қайырлы күн, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін қысқа банка жабуымызды жалғастырамыз. Бүгін дайындайтын салатымыз чертополох. Ешқандай да қайнатуды, қуыруды қажет етпейтін, тек қана барлығын араластырып, баклажкаға ғана құя салатын әдісімен бөлісеміз. Кез келген ыстық тағаммен күшті кететін, тіпті нанның үстіне жағып жесеңіздер де өте дәмді. Ешқандай да банкаға емес, осында баклажкаға құйып қана сақтаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сонымен бізге қажет заттар: ең бірінші осындай қызанақ керек болады. Одан кейін қызыл болгар бұрышы, укроп және кинза, сарымсақ, ащы бұрыш, хрен жапырағы немесе тамыры қажет, және де аспирин таблеткасы керек. Сонымен қатар дәміне қарай тұз және де қант керек болады. Ал салатымызды жасауға кірісейік. Ең бірінші қызанақты жуып тазалап алдым. Барлық көкөністерді жуып алдын ала тазалап алсаңыздар өздеріңізге ыңғайлы болады. Және де қызанақты міне осылайынан артық жерін кесіп алып тастап, осындай формайда біз ет тартқыштан өткізетін болғандықтан ыңғайлы болу үшін осылайынан кесіп аламыз. Енді осы барлық қызанағымызды ет тартқыштың көмегімен өткізіп шығамыз. Негізі бұл салатты кобра, огонек немесе чертополох деп айтады. Кімге қалай ыңғайлы, солай айта береді. Енді ет тартқыштан өткізіп алған қызанағымызды кастрюлемізге құйып аламыз. Үлкендеу келген кастрюльге құю керек. Келесі кезекте бізде болгар бұрышы, қызыл болгар бұрышын да ет тартқыштың көмегімен өткізіп шығамыз. Құрамына қажет заттардың барлығын төмендегі описание бөліміне жазып кеттім. Осы видеоның атауының үстінен бассаңыз, төмендегі описание бөліміне өтесіз. Қызыл болгар бұрышымызды кастрюлемізге салып алдық. Келесі кезекте бізде ащы бұрыш және де сарымсағымызды осы ет тартқыштың көмегімен өткізіп шығамыз. Енді біз қазір хрен тамырын немесе хрен жапырағын осылайынан өткізіп аламыз. Егер хрен жапырағы болмаса, осындай хрен тамырымен де жасай берсеңіздер болады. Толықтай барлығын ет тартқыштан өткізіп алып, осы қоспамыздың барлығын кастрюлемізге саламыз. Келесі кезекте біз укроп және де кинза. Мен осындай бір-бір бумадан алдым, яғни бір-бір пучоктан. Пышағымыздың көмегімен сақ-сақ болатындай етіп кесіп шығамыз. Бұларды да үлкен кастрюлемізге саламыз үстіне, және де тұз, қантымызды саламыз. Негізі тұзы аздау болатын болса, сіздер кейін араластырып болғаннан кейін дәмін көріп, тағы да тұз салсаңыздар болады. Енді жақсылап тұрып барлық қоспамызды араластырып аламыз. Біздің приправаны міне салатты толықтай араластырып алдым. Келесі кезекте үстіне аспирин таблеткасын саламын. Мен бұл жерде 4 дана таблеткасын салдым, яғни 4 штугын. Сіздер шыққан литрына байланысты саласыздар. Егер де 1 литр шығатын болса, литрына 1 таблеткадан саласыздар. 6 литр болса, 6 таблетка саласыздар деген сияқты. Солайынан өлшеп саласыздар. Енді бетін жауып, бір түнге қойып қоямыз. Бір түн уақыт өткеннен кейін бетін ашып қарасақ болады. Сол кезде бізде сәл приправамыздың, салатымыздың көтерілгендігін көруге болады. Сәл көтерілген. Қазір қайтадан жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді ыдыстарымызға құя берсек болады. Мен осындай судың баклажкаларын қолданып жатырмын. 500 грамдық және де 1 литрді қолдансаңыздар болады. Осылайынан воронкамен құясыздар. Егер құйылмай жатса, осылайынан үстіне кішкене ұрғылап жіберсеңіздер, төмен қарай өзі жақсы болып ағып кетеді. Міне осылайынан барлығын құйып шығамыз. Осы құрам бойынша менде барлығы 3 литр және де 1 кесе артық огонек шықты. Өте дәмді. Кез келген тамақпен жесеңіздер, аппетиттеріңізді, тәбеттеріңізді ашады, және де тек қана құр нанмен ғана жесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және де каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.